Армысыздар. Бүгін сіздерге өлкемізді зерттеуші археолог, тарих ғылымдарының кандидаты Лев Леонидович Галкин туралы, оның ортағасырлық Сарайшық қаласы орнында жүргізген ғылыми зерттеу жұмыстары туралы ақпарат бермекпін. Менің есімім Байгалиев Жүніс, Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музейі қорығы маманымын. Лев Галкиннің ғылыми зерттеу жұмыстарын айтпастан бұрын, ғалымның өмірбаянына қысқаша тоқтала кетсем. Лев Галкин 1927 жылы Мәскеу қаласында дүниеге келген. Ол солтүстік флотта юнгалар мектебінде оқып, Днепр әскери флотилиясында қызмет етті. Ұлы Отан соғысы басталған кезде әскери кемеде қызмет еткен соғыс ардагері. 1950 жылы флотта офицерлік қызмет істесе, Лев Галкин әскери қызметтен отставкаға шыққаннан кейін 32 жасында атақты МГУ, яғни Мәскеу мемлекеттік университетінің археология кафедрасына оқуға түсті. 1964 жылдан өмірінің соңына дейін КСРО ғылым академиясының археология институтында жұмыс істеген. Ол кандидаттық диссертациясын 1998 жылы 69 жасында солтүстік шығыс Каспий маңының қола дәуірі тақырыбында қорғады. 30 жылдан астам Лев Галкин далалық экспедицияда солтүстік және шығыс Каспий маңы аумағын шарлады. Бұл жерлер Қазақстанның Еділ мен Жайық өзені аралығындағы Нарын құмы, Каспий мен Арал теңізі аралығындағы Үстірт қыраты мен Маңғыстау ойы болды. Жалпылай айтқанда, Атырау мен Маңғыстау облыстар аумағын зерттеген. Енді ортағасырлық Сарайшық қаласы бойынша Галкиннің зерттеулеріне тоқталсақ, Сарайшыққа Лев Галкин алғаш рет 1973 жылы Еділ Жайық археологиялық экспедициясының отряд жетекшісі ретінде келді. Сол жылғы археологиялық зерттеулері ескерткішті көзбен шолып барлау мен мәдени қабаттарын қағазға түсірумен шектелген. Мұның нәтижесінде Сарайшықтың мәдени қабаты кей жерде 3-4 метрге жетеді. Мұнда екі құрылыс деңгейі бар деп анықталған. Жоғары қабаты 1-1,5 метр қалыңдықта, ал мұнда кейінгі кездегі құландылар мен зират кірпіштері желенімдер орналасқан. Лев Галкин тұжырымдауынша мәдени қабаттың төменгі деңгейінің қалыңдығы 2-2,5 метрге тең болады. Бұл қаланың 13-14 ғасырлардағы мәдени қабаты Алтын Орда кезеңіне тұспа-тұс келіп отыр. Археолог 14 ғасырда су ағызуға арналған керамикалық құбыр фрагменттерін тасқа қашалған құйма қалыптың бөлшегін тапқан. Қалыпты металдан ыдыс құюға арналған болуы мүмкін деп болжаған екен. Тағы бір тапқан олжасы трапеция пішінді сырлы тас плита болды. Оның биіктігі 5-4 см, ені 4-5 см, ал қалыңдығы 2-8 см-ге тең. Екі беті де сырлы шаңылтырлы келген, оюлармен безендірілген, оюлар арасында құмыра сұлбасы салынған. Лев Галкиннің Сарайшықтағы келесі зерттеуі 1975 жылы өтті. Сол жылы аумағы 450 шаршы метр қазба қазылған. Зерттеу жұмыстары көрсеткеніндей 14 ғасырлар шамасында Алтын Ордалық мәдени қабатта мазарлар түріндегі жерлеу құрылыстары, олардың құландылар орналасуы Сарайшықтың осы жердегі қаланың қирағанын көрсетті. Құландылардың арасынан қос тұтқалы мөр таңбасы басылған амфора, қытайлық селадон ыдыстың фрагменті, сұр түсті штампты қыш ыдыстың мойын бөлігі, сырлы кашин шырағдан және тағы басқа кашин балшығынан жасалған сырлы ыдыстардың фрагменттері табылды. Ол кезде өзен жарғабағына жақын орналасқан христиан зияраты болған екен. Әрі қарай Лев Галкин 1976 жылы да барлау жүргізген, бірақ сол жылғы жұмыстың ғылыми есебі болмауына байланысты ол туралы егжей-тегжей мәліметтер жоқ.
1977 жылғы далалық маусымда өзен жарғабағынан мәдени қабаттағы құрылыс конструкцияларын байқайды. Ол жерде алтын ордалық кезеңдегі қыш кірпіштері орналасқан. Кірпіштерді тазалау барысында ортасында ойығы бар дөңгелек ұлу тастар табылған. Дөңгелек тастың диаметрі 55 см, қалыңдығы 10 см, ортасындағы тесіктердің диаметрі 5 см-ге тең болды. Шамасы бұл диірменнің орны болған болуы керек. 1980 жылы Лев Галкин Сашықтағы археологиялық зерттеулерін жалғастырады. Сол жылғы жайықтағы өр суының асуы Сарышықты жағалауға жақын орналасқан қазба орындарына жойқын әсер етті. Суға құлап жалаңашталған жарқабақтан 14 ғасырмен мерзімделген кірпіш күйдіруге арналған пеш қазылды. Осылайша оның басшылығымен кірпіш күйдіру пеші зерттелді. Пеш 2 камерадан тұрады. Жобасында 4 бұрышты келген, ұзындығы 5-9 метр, ені 3-7 метр болған. Сондай-ақ, осы жылғы ескерткіштің жағалау бойымен 700 метр аралығында мәдени қабат тексерілді. Мәдени қабат қалыңдығы әртүрлі болған, кей жерлерде 5 метрге дейін жеткен екен. Археолог Лев Галкиннің пікірінше 13-14 ғасырлардағы мәдени қабат кейінгі кезде салынған көптеген құрылыстар, мазарлар салу кезінде бұзылған. Мазарлар алтын орда дәуірінде күйдірілген қыш кірпіштерден қаланып, диаметрі 3-5 метр болатын дөңгелек күмбезді пішінде салынған. Іргесі 4 немесе 8 бұрышты етіп қаланып, жоғарыға қарай күмбезделе келген. Қала аумағында мазарлардың тығыз орналасуына байланысты мәдени қабат топырағы едәуір дәрежеде бір-бірімен араласып кеткен. Лев Галкиннің айтуынша, Сарайшықтың ол зерттеген бөлігі 14 ғасырдың соңына таман қала өмір сүруін тоқтатқан соң 15 ғасырда зияратқа айналған. 1983 жылы Лев Галкин Сарайшық қаласы орнында кезекті далалық жұмыстарды жалғастырады. Жайық өзені жарқабағынан анықталған үй құлантысын тазалап, оның саман кірпіштен салынғанын, кірпіш көлемі 40-10 см болғаны бізге белгілі болды. Үйдің 2 қарама-қарсы қабырғасы жартылай сақталған, олардың ара қашықтығы 3-2 метр, оңтүстік жағы биіктеу салынған, қабырға ені 60-80 см-ге тең. Қабырғалар арасында сазбен салынған еден ашылды. Топырақтан тазалау кезінде қызыл түсті қыш ыдыс сынықтары, кірпіш сынықтары, жануарлар сүйектері табылды. Лев Галкин Сарайшықтан басқа облысымыздағы тағы бір орта ғасырлық қала, Атырау қаласы аумағындағы Ақтөбе Лаетиде де қазба жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар, ол Жайық, Ойыл өзендері бойында, Тайсойған, Нардың құмдары аумағында археологиялық зерттеулер жүргізіп, көптеген археологиялық ескерткіштерді қазған. Өкініштісі, Лев Галкин өзінің ғылыми зерттеу жұмыстарын монография түрінде жариялай алған жоқ. Көпшілігі тек ғылыми мақалаларда көрініс тапты. Осы себепті ғалымның ғылыми мұрасы тыңғылықты зерттеушілердің сараптауларын күтеді. Назарларыңызға рахмет.